Әлемде бір уақыттың ішінде көптеген сәйкес оқиғалар орын алады. Сіздің де осы күнге дейін өміріңізде сәйкес оқиғалар болған шығар. Ал бүгінгі видеода әлемде болған керемет, таңғажайып сәйкес оқиғаларды айтатын боламыз. Бәріне сәлем, бұл қарапайым қазақ арнасы. Сонымен біз бастаймыз. Титаник апаты. 1898 жылы Титаник апаты болмай тұрып, қиялшыл Морган Робертсон «Бекерлік» атты кітабын жазған болатын. Ол кітапта кемелердің апаты жазылған, ал ең қызығы кітаптың атауы Титан деп аталған. Бұл да бір сәйкестік. Гувера бөгетіндегі оқиға. Гувера бөгетін салу барысында 112 адам қаза тапқан болатын. Ең бірінші болып жер өлшеуші Джордж Тирни 1922 жылы 20 желтоқсанда жұмысқа дайындық барысында жазатайым оқиғадан қайтыс болды. Ал соңғы болып Джордж Тирнидің баласы Патрик Тирни 1935 жылы 22 желтоқсанда қаза табады. Энцо Феррари және оның жаны түрі. Әйгілі итальяндық құрастырушы Феррари компаниясының негізін құрған Энцо Феррари 1988 жылы 14 тамызда дүниеден өтеді. Ал тура 2 айдан кейін 15 қазанда футболшы Месут Озил дүниеге келеді. Жолы болмаған ағайындылар. 1975 жылы 17 жасар бермудтық бала мопедпен кетіп бара жатып, жол апатына түсіп қаза табады. Ал тура бір жыл өткеннен кейін дәл сол көше қиылысында дәл сол такси жүргізушісі дәл сол жолаушылармен ағасын қағып өлтіреді. Міне, бұл да бір сәйкестік. Кездейсоқ оқиға. 2000 жылы жарық көрген Deus Ex ойынын құрастыру барысында суретші Нью-Йорк қаласындағы егіздер мұнарасын салуды ұмытып кеткен болатын. Ал 2001 жылы сол егіздер мұнарасына террорлар шабуыл жасап мұнараны құлатады. Әмір Темірдің қарғысы. 14 ғасырда өмір сүрген Орта Азияны жаулаған Шыңғыс ханның мұрагері Әмір Темірдің моласын қазуға Сталин археологтарға бұйрық береді. Археологтар Әмір Темірдің моласын ашқанда мынандай бір жазуды көреді. Кімде-кім менің қабірімді ашатын болса, оған соғыс рухы жіберіледі, және ол өте қорқынышты, қанды соғыс болады деген жазуды көрген. Бұл 1941 жылдың 20 маусым күні болған. Ал 2 күннен кейін Гитлер сарбаздарын жинап кеңес одағына шабуыл жасауды бастаған. Бірінші көлік апаты. 1895 жылы ақш-тың Огайо штатында бар жоғы 2 көлік болған. Ал бір қызығы екеуі де бір-біріне соқтығысып апатқа ұшыраған. Достар, міне осындай да қызықты сәйкес оқиғалар болады екен. Міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңдер. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Мен қарапайым қазақ, сау болыңдар.